сіздерме инста достар, және де Авиценна көп салалы медициналық колледжінің білім алушылары. Сіздерді емдеу ісі бөлімінің мен бірінші атты алғашқы көмек көрсету медициналық жарысының тамашалауға шақырамыз. Құрметті студенттер, бізде бүгінгі жарысымыз екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол кім жылдам атты кезең. Бізде бүгінгі мына екі носилкада жатқан екі пациентті жоғарғы этаждан бірінші этажға кім жылдам алып келеді. Және де екінші кезеңде сіздер мынау тұрған аптечканы алғашқы көмекке дұрыс не бойынша жинауларыңыз керек. Бірінші кім жылдам кезеңін Сұңқар тобы бастайды. Кеттік! Бірінші кім жылдам кезеңінде Сұңқар тобы 1 минут 2 секундта пациентті төменгі қабатқа түсірді. Және де Барыс тобы 1 минутта пациентті төменге түсірді. Бізде екінші кезең алғашқы көмек көрсетуге медициналық қобдиша жинау керек. Бізде Сұңқар тобы мен Барыс тобы өзара медициналық қобдишаны жинайтын болады. Бірінші болып бізде Сұңқар тобы бастайтын болады. Біздің екінші кезең алғашқы көмекке медициналық қобдишаны жинау кезеңі аяқталды. Кезеңді аяқтау үшін бізге бақылаушыға сөз берейік. Қыздар, мынау қобдишаға салған заттарымды тізімі болады. Тізім бойынша шығара беру. Тізім бойынша мынау одноразовый маска кірмейді медициналық қобдишаға. Мынау консант кірмейді медициналық қобдишаға. Мынау система кірмейді медициналық қобдишаға. Енді медициналық қобдишаларында дәрілердің түрлері жетпейді. Обезболивающий болу керек, жаропонижающий болу керек, активированный уголь болу керек, карвалол болу керек. Сосын мынау қайшының тупой түрі болу керек, карнцевт емес. Түсінікті ма? Сосын мынаны салған кезде аптечкадан шығып тұрмау керек. Саласың, содан кейін уже мынау екі бинтте болу керек, 4 түр бинттер болады. Вот сонда медициналық қобдиша қол салынады.
Сонымен біздің екінші кезеңнің қорытындысы бойынша бақылаушымыз тексерді барлығын. Енді сіздерге рахмет қобдишаны жинағандарыңызға. Қазір бізде екінші топ барыс тобына кезекті береміз. Біздің екінші тобымыз барыс командасы өз қобдишасын жинап бітті. Бақылаушымыз тексеретін болады. Так, дорогие участники, есть специальный перечень, входящий в медицинскую аптеку, вещей, которые там должны быть. Вата правильно, бинты все должны быть. 4 вида бинтов у вас должны быть, поэтому бинты надо было все положить. Спирт, перекись, нашатырный спирт, это вы все правильно положили. Вот это не должно быть в медицинской аптечке. Так, теперь вот эти все препараты должны быть сердечные, обезболивающие, жаропонижающие. Вот эта зеленка обязательно должна быть. Кровоостанавливающий жгут обязательно должен быть. Потом вы положили хирургические инструменты, а должно быть только вот ножницы из хирургических инструментов. Что-то там у вас лишнее, кармцанг лишний. Да? И вот эта кислородная подушка обязательно должна быть. Но вы ее должны сложить и положить в таком виде. Откройте, пожалуйста. Ясно? Вот это вот вещи, которые входят в вашу медицинскую аптеку. А вот это все не надо. Нет, аммиак тоже. Ясно? Рахмет сіздерге. Бүгінгі біздің мен бірінші атты алғашқы көмек көрсету жарысымыз аяқталды. Сөз кезегін Авиценна көпсалалы медициналық колледжінің зам директоры Роза Ергешевнаға береміз. Құрметті оқушылар, құрметті ұйымдастырушылар, ең біріншіде сіздерді бүгінгі бірінші сатысқа қатысқандарыңыз үшін рахметімді білдіремін. Өздеріңіздің алғашқы әскери дайындық, алғашқы көмек көрсету бойынша білімдеріңізді көрсетіп жатырсыздар, сайыс өткізіп жатырсыздар. Сол сайыстың нәтижесі бойынша Авиценна көпсалалы медицина колледжінің емдеу ісі мамандығының білім алушыларының арасында өткен мен бірінші алғашқы медициналық көмек беру жарысына белсенді қатысқан үшін 2 топқа да алғыс хаттарымыз бар. Бірінші топ барыс тобы. Құттықтаймыз, осындай білімдерін көбейе берсін. Екінші топ сұңқар тобы. Құттықтаймыз балам, білімдерін терең бола берсін, бұдан да биіктен көре берейік. Сонымен бүгінгі біздің мен бірінші атты алғашқы медициналық көмек көрсету сайысы аяқталды. Алдағы уақытта көптеген жарыстар болады. Сау болыңыздар!